Сәлем, достар. Бүгін мен сендерді сан есіммен таныстырамын. Сан есім дегеніміз заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сан есім жеке айтылғанда абстракт сандық ұғымдардың атауы болатындықтан, нақты мағыналары басқа сөздермен қарым-қатынасқа түсу кезінде, оларды сан жағынан анықтау барысында айқындалады. Сан есім өзі анықтайтын сөздің алдынан келіп, атау тұлғасында тұрады. Субстантивтенгенде, заттанғанда, көптеледі, жіктеледі, тәуелденеді, сектеледі. Сан есім жасалуына қарай негізгі және туынды болып жіктеледі. Құрамына қарай дара, күрделі түрлері бар. Мағынасына қарай есептік, реттік, болжалдық, жинақтық, топтық, бөлшектік аталатын топтарға бөлінеді. Есептік сан есім өзге сан есім топтарының жасалуына негіз болса алады. Реттік сан есім есептік сандарға ыншы, інші, бірінші, екінші, жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейінгі есептік сан есімге ау, ю аффикстерінің біреу, алтау, топтық сан есім қосымшаларының 6-дан 100-ден жалғануы арқылы жасалады. Болжалдық сан есім заттардың санын дәл көрсетпей, шамамен, мөлшермен атайды. 100 шақты, бөлшектік сан есім математикада жиі қолданылады. Онан 2 бөлігі